Баршаңызға сәлем достар. Hyundai және Santa Fe көліктеріне обзор жасау әрмен қарай жалғасуда. Бүгін бізде Hyundai Santa Fe көлігінің максималды комплектациясы обзорда. Көліктің көлемі туралы айтатын болсақ, көліктің ұзындығы 4 метр 77 сантиметр, ені 1 метр 89 сантиметр, және оның биіктігі 1 метр 68 сантиметрді құрайды екен. Көліктің артқы терезесінің үстінде спойлер орнатылған, онда стоп жарығы бар. Яғни жүргізуші тормозды басқан кезде артқы фаралары мен сол спойлердің үстіндегі стоп жарығы жанады. Сонымен қатар алдыңғы противотуманды фаралары және де артқы фараларында LED жарықтары орнатылған. Santa Fe көлігінде 2.4 көлемді бензиновый қозғалтқыш орналасқан. Ол 188 аттың күшін береді екен. Сонымен қатар оның 100 километрге кетіретін бензиннің көлемі 9.3 литрді құрайды. Орта есеппен алғанда, ал максималды жылдамдығы 195 км/сағат, ал 0-ден 100-ге дейін бар болғаны 14 секундта жетеді екен. Менің ойымша, үлкен габаритті көлікке бұл жақсы көрсеткіш. Ал енді көліктің интерьеріне көшетін болсақ, есіктің жеңіл ашылып жеңіл жабылуын атамай кете алмаймыз. Сонымен қатар, егер қолыңызда пульт болып, есік құлтаулы болса, сыртында тұрған кнопканы басу арқылы есікті аша аласыз. Көліктің алдыңғы және артқы терезелері толығымен автоматтандырылған, сонымен шеткі терезелерін автоматты түрде өзіміз электроприводтар арқылы басқара аламыз. Сонымен қатар память сиденья бар көліктің. Ал көліктің орындығы, жүргізушінің орындығы электроприводтар арқылы басқарыла алады. Короче, көлікте мультируль орнатылған, онда музыканың дауысын көтеру, түсіру, яғни круиз контроль секілді нәрселерді істеуге болады. Сонымен қатар қол астындағы лепестке орнатылған, олар минусты басатын болсаң, машинаны кішкене тармай істетеді өзі, ешқандай педальді баспасақ та, егер плюсты басатын болсақ, бұлай өрге шығатын кезде машина қиналса, немесе обгонға шыққан кезде плюсты бассақ, машина қиналмастан обгон жасай береді. Көлікте 7 дюймді мультимедиа орнатылған, сонымен қатар жүргізушінің алдында өте көп батырма, және олардың біреуі алдыңғы және артқы терезелерін жылытатын кнопкалары болса, біреулері алдыңғы сиденье мен артқы сиденье подогрев болып табылады. Сонымен қатар бұнда USB, AUX батырмалар тағатын жерлері бар. Көліктің қорабы туралы айтатын болсақ, бұл жерде 6 сатылы автомат орнатылған. Ал ортасында тұрған P тартпасы ол электронды тежеуіш, яғни ручниктің функциясын атқарады екен. Ал оның оң жағында орналасқан 2 батырма көлікті парковкаға вертикально немесе горизонтально қоюға көмекші болып табылады. Сонымен қатар көліктің ішіндегі жарықтары да LED жарықтармен жабдықталған екен.
Енді көліктің артқы бөлігіне өтетін болсақ. Артқы орындықтағы отырған жолаушылар 3 адам болса, қысылмастан беймарал отыра береді. Сонымен қатар бұл жерде 2 зоналық климат контроль болғандықтан артқы жолаушылар өздерінің температурасын басқара алады. Сонымен қатар орындықтарының арқасын түсіріп немесе көтере алу функциясы да бар екен. Сонымен бірге артқы орындықтағы жолаушылардың сиденьесінің подогреві бар екен, көсу өшіруге болады. Сонымен қатар есіктерінде шторкалар бар, көлеңкелейтін немесе кейбір адамдардың айтуы бойынша маса кіргізбейтін шторкалары орнатылған. Көліктің жүк салатын бөлігіне өтетін болсақ. Көліктің аккумуляторының зарядының өшіп қалғанына байланысты артқы багаждегінің есігі ашылмады өкінішке орай. Бірақ бұл көлік максималды комплектацияда болғандықтан 7 орынға арналған, яғни артында өте көп орын бар деп айта аламыз. Егер де сіздерге видео обзор ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып, және подписаться, және колокольчик батырмаларын басуларыңызды сұранамыз. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.